Akıl, direk, til. Minez, kәрlік, ажал. Нақақтанған төгіл қысымалын алу. Ата-бабадан қалған ескі жүкті бұзу. Жан тәнті, мал тәнті, жаты. Ырыс, бақ, дәулет. Адам жастық, шақты, кен саулықты, жақсылардың айырының қадырын білмейді. Бар шындық өттіріп, арзан өттіріп, даусыз кәрлік. Билік, дәулет, даналық. Көз, тіл, көңіл. Алғыс алу, өзіңді көптен іздеу. Шаттық, адалдық, еңбек сүйгіштік, өнерпаздық. Еркін өмір, құмырге бөліну, пайдалы еңбек ету. Әлемнің төрт құрашысы: су, от, жер. Әлемнің төрт бұрышы: оңтүстік, шығыс, батыс, оңтүстік, солтүстік. Күз, жаз, көктем, қыс. Бес борыш, бес қару, бес намаз, бес парыз. Бес түн, бес мүше, бес жақсы, бес асыл, бес құшпан. Бес қатер, бес өсер. Алты парыз, алты асыл, алты асқар. Жеті ғашық, жеті ғалам, жеті күн, жеті кіріс. Жеті жұрт, жеті жоқ, жеті жарым. Сегіз аяқ, сегіз қол, өнікші. Тоғыз жау, 10 саусақ. 11 көріктің жүру өзі. 12 мүше, 12 ай. Назарларыңызға рахмет. Бала Мұхамедерова Айжанның орындарында актер өзінен қабыл алыңыздар. Өз өздеріне.
Ұршар елі. Біздің мектебіміз Әлкеш Ыбыраев атындағы орта мектеп Ертістің жағасында Қарағай орманының бойында Шүрбі кесінің жанында орналасқан. Сондықтан да киелі топырақтан келіп отырған ұстаз арт тобы. Енді номинация бойынша Арман Асқақ оқушы. Сіздер білесіздер, әр ұстаздың нұрлы ақылы, жылы жүрегі болуы керек. Бала мектеп табалдырығын аттағаннан бастап, арманы да, талабы да асқақтай бастайды. Соны армандарға жеткізетін ұстаз. Егер де ата-ана, оқушы, ұстаз үш тағандылықпен еңбек етсе, бала арманына жетіп, биіктерден көрінеді. Бағанадан көрсетіп жатқандай арманы асқақ оқушылар әр мектепте де бар. Солардың бірі біздің мектептің оқушысы Сағатбенов Шыңғыс. Слайдта көріп отырғандай, сол оқушымыз білімде де, өнерде де, спортта да, көптеген жетістіктерге жетіп, жүлделі орындарға ие болды. Балалық, сенен артық күнің бар ма? Бала күнде бойымда мінім бар ма? Бәріне жетем деймін, алам деймін, жас қиялда тоқталып тыным бар ма? Көріп отырғандарыңыз Арман Асқақ оқушы кез келген мектепте бар, сондықтан осы әкеп отырған Сағатбенов Шыңғыстың жаңағы жетістіктері бұл бала өзі әнші бала, Ыбыраев мектебінің қаншама намысын республикалық дәрежеде қорғап жүрген ұландарымыздың бірі, және өзі тілге бай бала, шебер сөйлейтін бала, мынау эссесі жазған және мақалалар жазған мақалалары. Рахмет назар қойып тыңдағандарыңызға. Келесі кезекте сахналық қойылым «Әке мен бала». Әлгі Ахметовтың әкесінің мектепке шақыртқанына неше күн болды. Күн ертең дейді. Бүгінде осы келмейтін шығар енді. Сәл де болса әлі де күте тұрайын. Сәлеметсіз бе? Қайда жүрсіз? Сізді мектепке шақыртқанына неше күн болды? Асық түреді. Мен неше шақырттыңыз тезірек айтыңызшы. Асық түреді. Жылдама. Сіздің балаңыздың оқу үлгерімі өте нашар. Соңғы жазған диктантына қараңызшы, міне тіпті екі қоюға да келмейді жұмысын көрсеңіз. Қашан көрсем де асығып жүресіз, телефонмен сөйлескенде асығып жүресіз. Сонда балаңызға қай уақытта қарайсыз? Қайын ой, кеші жақсы үйге бармын. Сұрайын сабағын. Сабағын жақсы, бес аламын дейді. Сенеміз ғой енді баламызға. Ал енді мына жұмысына қарап тұрып енді өзіңіз ойлаңызшы, не деуге болады? Сіз де ойлай қойдыңыз ғой. Жақсы, кешке барғаннан кейін баламыз тәртібіне де, сабағына да көңіл бөлемін. Тағы айтатыныңыз бар ма? Ендеше бүгіннен бастап уақытыңызды бөліп, балаңызға орыс тіл пәнінен жақсылап тұрып диктант жаздыратын болыңыз. Сонда ғана сізді босата аламын. Жақсы, жүре берейін бе? Жарайды енді, уәдеңіз уәде ғой. Жарайды, ақырғы рет сені көрейін енді. Әй жетесіз. Әптен яққа қалдырып болды. Сабағым жақсы дейді. 5 алып келіп сонда бір күнделігін алып қарамақпын ау, әй жетесіз. Келмері жетесіз. Әй, сенің а. Келшайма? Бүгін саған ойын да жоқ, интернетте жоқ, тамақ та жоқ бүгін саған. Неге? Бүгін орыс тілінен өте нашар болып жүр екенсің.
Мен сені бүгін сабағыңды қараймын. Осыдан диктант жазамыз. Қанекей, жаз. Қалам бересіз бе? Жаз. Не деп жазайын, әке? Тақырыбын жаз. Айтыңыз. Крыло. Басна. Әке, басна деген орыс тілінде сөз жоқ. Басня. Әй, мен үйретпей, тыныш тұрш. Күйдірмей адамды. Ай қарай жаз. Однажды экнөнө пөшөл бдишку буду написать. Әке, үгіннөнік деген сөзді қайдан алдыңыз? Орыс тілінде оны ягненік деп айтады. Тыныштырасың ғой, жоқ па? Тыныштыр. Бізден неге өзің жазбайсың? Неге маған сөз есірдесің? Ай қарай жаз. Вдруг пришел волк и кричит. И кричит деген сөзді қайдан алдың, әке? Кричит деп айтыңыз. Жат дедің ғой саған алғанда. Жат. Ай қарай жаз. Зачем ты мой воду мутил? Әке, мутил деген де сөз жоқ. Мутил. Бірақ қоймай қойды ғой. Әй, осының бәрін біліп тұрсаң, зачем менің өзімді мутил? Құрметті ата-аналар, осы қойылым кетейді болса сіздерге жаңағы өздеріңіздің балаларыңыздың болашағына көңіл бөлуге себеп болады деп ойлаймыз. Рахмет сіздерге. В заключение этой номинации, как учитель русского и казахского языка, я хочу закончить мудростью, народной мудростью. Если вы думаете на 1 год вперед, сейте зерно. Если вы думаете на 10 лет вперед, сажайте деревья. Если вы думаете на 100 лет вперед, воспитывайте человека. На мой взгляд, это и есть основная цель воспитания и обучения. Спасибо. Алтыншы кезекте жеке қатысушы Көлденең орта мектебінен келген Кузерина Әлдер Амангелдіқызы. Ақтаныңды қарсы алшы қуанып, шаттығыңа ағаленді куә болып, арманыңның, қиялыңның ақ гүлін мөлдір білім бұлағына суарып, өміріне шуақшасын нұрласқан, сәби қанат қиялын сұрқылдасқан, құлағында тұрсын мәңгі жаңғырып, қоңырау үні жүректерге үн қатқан. Күнім менің құтты болсын қадамым, тайғақ жолда тайқымасын табаным, сәби қанат арманыңның аққысын, аяласын мәпелесін заманым. Әулиелер ақ сапарын қондай көп, қанатынан жебеп демеп қолдай көп, аттандырдым асыл арман жолына, баста тәңірім сапарының олына, деп әрбір ұстаз өзінің әрбір шәкіртіне тілек айтары сөзсіз. Осы шәкіртіміз біз жетпеген жетістіктерге жетіп, асқар таудай армандарына жеткенде, алтын ұя мектебінен қанаттарын қатайтып ұшырамыз. Әрбір шәкіртіміздің жетістігін мақтан тұтамыз. Мысалға, Байқоңыр қаласында 3-7 сәуір аралығында 2013 жылы ғарыштық зерттеулер бойынша ғылым әлемін ашамыз атты 9-шы халықаралық жарысқа жаңа толы Тимур қатысып, 2-ші дәрежелі
диплом алып, осы жарыстың жүлдегері атанып марапатталды. Тимурым ғалым болам десе, Мәдинам өнерлі әнші боламын дейді. Илекенова Мәдина Нұрманқызының да өнерде жеткен жетістіктеріне тоқтала кетсек. 2006 жылы Жауқазын 2006 аудандық фестивалінде дипломмен марапатталды. Аудандық абай оқулары байқауында әнді сүйсең менше сүй бағалы бойынша бірінші орынға иеленді. Майдан әндері атты аудандық байқауында екінші орынды жеңіп алды. Аудандық Жауқазын 2010-2011 балалар фестивалінде мақтау қағазымен марапатталды. Аудандық Жауқазын 2011-2012 байқау фестивалінде мақтау қағазымен марапатталды. Майдан әндері атты аудандық байқауынан көрермен көзайымы номинациясын жеңіп алды. Аудандық 18-ші Жауқазын фестивалінде екінші орынға жеңіп алды. Ал енді сіздердің алдарыңызда қазір Илекенова Мәдина Нұрманқызы ән кезеңіне беремін. Оқушым көп ғылымға талаптанған, ұядан ұшып жатыр қанаттанған, осындай шыңға шыққан шәкірттермен мақтанамын адамға жарап қалған дей келе Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мұғалімі, құрмет орденінің иегері
Ханипа Бітібаеваның атына ұйымдастырылған республикалық олимпиадада 10-шы сынып оқушысы Мұхамедиява Ақмарал қатысып 2-ші орынды иеленді. 2010-2011 оқу жылында облыстық пәндік олимпиадада тарих пәнінен Қанафия Эльмира қатысып 1-ші орынды иеленіп, республикалық олимпиадаға жолдама алып, осы республикалық олимпиадада Сүлейман Демирел атындағы оқу орнының грантын жеңіп алды. 2012-2013 оқу жылында облыстық пәндік олимпиадада құқық пәнінен Кәрім Ислам қатысып 3-ші орынды иеленді. Аудандық бастауыш олимпиадада Жұмағазиев Айдос дүниетану пәнінен, Жұмағазы Тимур математика пәнінен, Жұмағазиева Анел ана тілі пәнінен 2-3 орындарды иеленді. Аудандық ғылыми жоба қорғауда Салимова Гүлім 2-ші орынға ие болды. Арман Асқақ оқушыларымыз өте көп, біздің білімді де. Соның бірі химия пәнінен республикалық экологиялық олимпиадада Семей қаласында өткен Бейсенбаева Ақмарал қатысып сертификатқа иеленді. Семей педагогикалық институтының негізінде аймақтық олимпиадаға Кәрім Манат, Тілеубек Мейрамбек, Бейсенбаева Ақмарал қатысып химия пәнінен жүлделі 2-3 орындарға иеленді. Тағы да оқушыларымыз аудандық олимпиадада химия пәнінен Тұрсынғазы Айтолқын, Ильяс Ержан, Қайырғали Әсел қатысып химия пәнінен 2-ші орынға иеленді. Біздің оқушыларымыз ғылыми жоба қорғауда жаратылыстану пәндерінен көптеп қатысады. Соның бірі оқушымыз Аман Еркежан биылғы 2013 оқу жылында аудандық ғылыми жобада тамақтану және денсаулық тақырыбында өзінің жобасын қорғап 2-ші орынды иеленді. Осы аталған барлық оқушыларымыздың жетістіктері республикалық Надежда Казахстана кітабының басылымына енді. Назарларыңызға рахмет. Арманы Асқақ оқушы. 24 қыркүйек күні Алматы қаласында өткен халықаралық конференцияда тұлғаны тәрбиелеудегі ұлттық құндылықтар атты мақалам жинаққа енгізілді. Енді сіздердің алдарыңызға былтырғы түлектерімді ортаға шақырғым келеді. Облыстық айналайын олимпиадасының 2-ші орын иегері Қайырғазы Айман. Облыстық олимпиадасының 1-ші орын иегері Ахмет Закиев Жәнібек. Ауданда өткен пәнаралық олимпиадасының дүниетану пәнінен 3-ші орын иегері Бейсенбаев Абылай. Аудандық пән олимпиадасының орыс тілі пәнінен 3-ші орын иегері Жұмабай Сая. Аудандық пән олимпиадасының ана тілінен 3-ші орын иегері Серғазы Қазбек. Айналайын облыстық олимпиадасының 2-ші орын иегері Нұрғазы Аяулым. Бала жинақ олимпиадасының 1-ші орын иегері Бейсенбаев Шыңғыс. Әрқашанда оқушыларымды патриоттық тәрбиеге жетелеп, солардың бойларына ұлтжандылықты, отансүйгіштік қасиетін бойларына сіңіріп келемін. Ендеше кезекті оқушыларыма беремін.
Шауқасын фестивалінің лауреаты Алпысбаева Сымбатты ортаға шақырғым келеді. Құрманғазының балбырауы. Sana
ведь прошлых нами не напрасно, ведь полностью наши прекрасны. Jangan main deh sih.
құлыным менің. Сабақтан келіп қойдың ба? Жаным менің. Не әкелуші едім ол? Базардан барма, түлі жеміс жидек әкелдім. Ананың ішінде алма бар, қарғам. Жуып жей ғой. Ой, жаным, аяғым, аяғым. Аяғымда бастырмай мына құрғыр маршрутты де жоқ. Соларға базардан жаяу келдім өзім. Ой, жаным, десеші. Аяқта бастырмайды. Тізе құрғыр. Ауырдыға кетіп барады. Сабағыңды оқыдың ба балам? Сабағымды қарап жүрдім қояса. Немене берді? Шығара алмайды, мұнан шығарып бер, солай шығара алмапа. Ой, жаным, десеші. Мына есепті. Жай, мына мұғалімдерді өз баланың басын қатырып, не есеп беріп қойған өзі? Ой, әкел ана дәптеріңді. Жазуыңды жаздың ба өзің? Сол жазайды десем, қалай жазатынын білмеймін. Ай, аяғым. Берсе маған. Тіземде бастырмайды қайтады. Ой, жаным. Ой, түкте жазапсыз ғой өзің. Жарайды қағам. Отан бұның бәрін қоқ қой. Қазір шешен келеді, өз шығарып береді. Жарайды қағам. Ойнай. Ой, балалар десесінен қараш, бәр киімін бір бөліп, түгін шашып кетіпті. Мына кітап дәптерлерін қараш. Ой, жаным, десесін. Аяқ құрғырда бастырмайды ғой. Кәрілік деген оңай ма? Ой, жаным. Маған қараш. Әй, осыны мұғалімдер үйретті ме екен осы? Кітаптарым бәрін шашып кетті. Ой, балам, келіп қойдың ба? Не істеп жүрсің шашып? Не істейсің? Әлгі базарға барып, пенсияға барып, азық түлік әкелдім. Не істеуші едің? Мына балам не сабағында оқымапты, не жазуында жазбапты. Ой, шашып сыпты. Оны қоя тұрсың, сабағын Келін ол жоқ. өзі қарап, кішкен аяғын түк жатпайсың ба? Анан дейма, киноң барып, қарап жатпайсың ба сен өзі білмейсің бірді ұста. Чақылып деймде. Қайда өзі, келмеген байлысың ба? Құрғырай. Келін ба? Өзін әлі де жоқ. Отырап тұрайын. Демалағын шашып сыпты. Ой. Аяқ құрғырда бастырмайды. Зем ол. Келетін уақытым болды ғой, отырмыз мен жұмыстан келіп, не шай жоқ, не түз жоқ. Келін келді ма? Ой, бізде жақсы қалып. Жұмыстан келдің ба, шайыңды қойшы. Басымыз ауып кетті, анау базардан келгенше аяғымыз салып. Не бітіруші едік ана балам? Не сабағын оқымапты, есеп беріпті, оны шығам дейді, менің көзім қалай жетеді оған? Қиын ғой оны есебінде. Қойым сен сабақтан қаша келдің? Жоқ, тізем ай. Әкеш, апаң не дейді? Шығара алмайды деймі? Әкеш көрейік кәне. Кәне. Күндерің қайда? Күндерің Шайын ғой. Не де? Бес алыппын ғой. Мәссаған, математика өш дейді. Әмі балаң сабағына не қарамайсың сен? Қараймыз енді жұмыстан келгеніміз және ғой. Жоқ, жұмыстан келгеніміз және екенсің. Ертең сабағына қарайсың ғой, сен кеше өтіп кеттіні. Үш алыпты, дайын емес. Тамағымды істейін, ас бөлмеден шығамын. Қой, сен шай пайымды қоя тұр. Баланың сабағын оқыту ананың міндеті. Ой, отырсың ғой міне, біресе газетке тесілесің, біресе телевизорға тесілесің. Анаға қарағап па? Еркек адам ол, ер адам ғой үйретеді. Мен мұнда жұмысқа сенің балаң қарап
үйрет. Ананың менің бойыма жүктелген жоқ. Әкеге де міндет бар, ол балаға чайыңды қайнатшы болды. Сен де. Үйді жинамайсың, шашылып жатыр бәрі. Ой, келін-ау. Чайыңды қайнатып алған үйге барып тамағыңды жаса. Осындайда бір келгенде не шайыңды да дұрыстап қайнатып бермейді осы. Ой, құрғыр аяғы да бастырмайды ғой. Әй, қарғаларым-ай. Осы көріністі көрдіңіздер. Осы көріністегі баланың сабағының нашарлап кетуіне кім кінәлі деп ойлайсыздар? Ой, шешуін өздеріңізге тастадым. Құрметті көрермендер, бұл көріністен сіздерге біз азға болса, ата-аналарымыз мына балаларына кешкісін бір уақыт бөлсе екен деген себеппен көрсетіп отырмыз. Үшінші кезекте жаңа орта мектебіне келген ынтымағы жарасқан Жанайым тобы. Құсы пиқылжық шартарапқа. Көңіл құсы пиқылжық шартарапқа, адам ойы түрленіп ауған шаққа, салған ән көлеңкесі сол көңілдің тәттісіне билесін ол құлаққа. Шырқап, қалғып, сорғалап қамын жиды, жүректерде оятар бастамайды. Бұл дүниенің ләззаты бәрі сонда, ойсыз құлақ ала алмас мұндай сыйды. Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар, үннің тәтті оралған мән оятар. Киіз ауыз, киімің дертін қозғап, жас балаша жүректі ән оятар. Рахмет. Отбасын сюжетпен назар аударсақ.
Жиын қойылымдағандарыңызға рахмет. Менің оқу озаты болуыма және өнерге бейім болуыма ықпал еткен апам. Оны қысқартып айтқанда, оның ерекше бір жетістігі 2001 жылы Майра Уәлиқызының 105 жыл толуына орай Алматы қаласында халықаралық сайысқа қатысып, даңқты әншісі, халық қаһарманы Роза Бағланованың бағалауымен дипломант атағын алуы. Әділқазылар алқасында Еркеғали Рахмадиев, Алтынбек Қоразбаев, Сәуле Жанпейісова, Майра Мұхамедқызы, Илья Жақанов, Нұрғиса Нұрпейісов және тағы басқа сынды әділқазылар болды. Бүгінде жасының ұлғаюына қарамастан ауылында құрылған Ақжамықты аналар көркем өнерпаз мүшесінің жетекшісі. Міне менің апам осындай.